İslam дінінде қасиетті екі мейрам болса, соның бірі Құрбан айт. Ол ораза айттан 70 күн өткен соң атап өтіледі. Негізгі мағынасы жасаған сауапты істер арқылы жүректі тазартып, Аллаға жақындай түсу дегенді білдіреді. Бірінші әлбетте ол мұсылман болу керек, балиғат жасында болу керек, жергілікті адам болу керек. Кейін ең маңызды шарттардың бірі нысап мөлшері. Нысап мөлшері ол 85 грамм алтынға ие болу. 85 грамм алтынды теңгеге шаққанда бұл шамамен 1.300.000. Яғни күнделікті қолданатын қаржысынан бөлек. Осынша қоры бар адам мүмкіндігіне қарай қой, ешкі, ірі қара немесе түйені құрбандыққа шалуға тиіс. Мысалы, қой мен ешкі 1 жаста болу керек. Бірақ ғалымдар айтады, егер 6 айлық немесе 6 айдан асқан, мысалы, қой немесе ешкі, ол сол 1 жастағы жағдайды беретін болса, сырт көрінісі 1 жасқа толған сияқты көрініс болса, ол болады дейді. Ал енді сиыр 2 жаста болу керек. 1 жас немесе 1,5 жастағы сиыр құрбандыққа жарамайды. Ал түйе 5 жас болу керек. Ал 4 жасар түйе жарамайды. Түйе мен ірі қараны 7 адамға дейін бірігіп құрбандыққа шалалады. Ал қой мен ешкі тек бір кісінің атынан бауыздалады. Әрине, әркім қалтасына қарай көсіледі. Осы орайда қой бағасын білу үшін Астананың мал базарына ат басын бұрдық. Биыл мал бағасы 45 мыңнан басталады, оны жоғары қарай кете береді. 100 мың үстіндегі қойлар бар, олардың салмақтары ауыр өте. Бізде малды сатқан кезде салмағына қарап сатамыз. Ортаңғы баға қанша болып жатыр биыл? Биыл ортаңғы баға құрбандыққа 65 пен 70, 80. Бүгіндік айтып жатқанымыз қойдың бағасы, ал ешкілердің бағасы қаншада болып жатыр? Ешкілер 35, 40 мың. Құрбандықта деген кезде көбісі ешкі соймайды. Негізі ешкі малы жарайды сойуға, халық ешкі алып соятындар. Кемде кем кездеседі. Жалпы өткен жылдармен салыстырғанда бағада өзгеріс бар ма бір? Жоқ ау деймін, сол қалпы. Сол мінеке, например, 55 деп тұрған малым сол 55 болып жатыр. 50 дегеніміз 50 болып тұр. Неге десем, біздің бағаны көтеретін, ет сататын сол жақ көтереді. Еттің бағасы көтерілді, бізде өткенде майда көтерілді да, жан жақта мал піскеннен кейін, уже мал өз тойын пісе бастаған кейін баға түседі. Мұнда соятын малын алдын ала таңдап белгі салып кетіп жатқандар да бар. Солардың бірі елордалық Асылбек Мейрамбекұлы. Құрбан айт күні баға қымбаттап кетеді сәл. Алдын ала алып қойық деп. Бағалары средний. Қанша болып жатыр мал, соны көріп жатыр. Өзіңіз қанша сомаға іздеп жүрсіз негізі? Сол 60, 55, 60, 70 мың. Оның артық қымбат болып кетеді. Мына 3 жасар қошқар Еділбай тұқымы Баянауылдан алып келіпті. Қазір салмағы 200 келі, сойғанда кем дегенде 90 келі ет береді. Мал базарындағы ең қымбат тұқым осы. Саудагерлер бұл үшін 300 мың теңге сұрап отыр. Құрбандыққа шалатын қойды сатып алған соң, оны сойып жіліктеу қажет. Бұл қызметке бөлек төленеді. Ол шамамен 4-5 мың тұрады. Бізде қойды сойғанда бір қойды 2,5 мыңға сояды. Шекқарын әддені 500-ге тазаланады. Бас үйтқаны 1000 теңге. Көз соқыр, құлағы кесік қойлар ол жатпайды қойға. Денсаулығы мықты, жақсы қойлар сойылады. Буаз қойлар сойылмайды. Ал құрбандық малын өзге дін өкіліне сойдыруға бола ма? Жалпы мұсылман адамға кітап иесінің шалған құрбандығын жеуге болады. Кітап иесі деген кезде яһуди және насаралар десек те болады. Жалпы Алла Тағаланың өзі рұқсат берген, бірақ дегенмен кітаптарымызда келеді, басқа дін өкілдерінің шалған құрбаны мәкрух деп келеді, яғни құпталмаған. Сондықтан да құрбандықты әр адам өзі немесе мұсылман дінінің өкіліне шалдырғаны абзал. Ал ниет етіп отырған елордалықтардың мал бағасына көңілі толама. Қойдың орташа бағасы 60-70 мың дегеннің өзінде. Көпшіліктің қалтасы көтере ме? Өте қымбат. Хотя бы соның бір жартысы болса, онда халық жақсы құрбан шалдық береді ғой. Былтыр қаншадан сатып алып едіңіздер? Былтыр 70 мың алып қойдым бір қойды. Үйті тоқты ол деген кішірек. Үлкен қойыңыз 100-ден асты көзде. Мен биыл құрбан шаламын. Өйткені мен құрбанға дайындап қойған малым бар. Сол малымды құрбанға шаламын, Алла бұйырса. Сатып алмайсыз? Сатып алмаймын. Яғни өзіңіздің малыңыз бар?
өзімнің малым бар, иә, соғышана. Ауылда тұрасыз? Ауылда тұрамын. Құрбандық болғаннан кейін қой иелері де оны ойлану керек қой. Мысалы, жарайды, біз бірігіп алармыз. Ниеті бар, бірақ та қалтасы көтермейтін адамдар не істейді? Құрбандық шалмайсыз ба? Жоқ. Қымбат. 100 мыңнан асып тұр ғой. Қазірдің өзінде. Құрбан айтқа, наверное, одан да қымбаттайды. Діни рәсім кезінде ішек инфекциясының алдын алу мақсатында санитариялық эпидемиологиялық талаптар қатаң сақталуға тиіс. Мысалы, құрбандыққа шалынатын жануардың тиісті ветеринарлық құжаты, ал қызметкерлерде медициналық кітапша болуы шарт. Мал сою орындарына кәріз жүйесінің орнатылуы міндетті. Сонымен қатар осы белгіленген орындарды сумен қамтамасыз ету керек міндетті түрде. Өйткені ол жаңағы қасапшылардың, келген адамдардың жеке бас тазалығын сақтау үшін қол жуғыштарды қою керек. Одан кейін сол жерлерде мысалы шаң болмас үшін жерді суарып отыру керек. Ол жерлерге арнайы жаңағы қоқыс жинайтын жәшіктер және мал сойғанда қалдықтарды тастайтын жәшіктерді қою керек. Сондай-ақ Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының онлайн құрбандық шалу рәсімін іске қосқанына биыл 3-ші жыл. Азаматтар төлем барысында хабарламаға тапсырыс нөмірі мен аты жөнін жазуы керек. Мысалы, биыл елордалықтар үшін қойдың орташа бағасы 70 мың болса, еліміздің кейбір өңірлері үшін 80 мың теңге деп белгіленіпті. Ал ең төменгі баға Жамбыл облысында. Мұнда Шопан ата төлігінің орташа құны 65 мың. Жалпы құрбан 2023 сайтына назар салатын болсақ, ол жерде сіз құрбандық шалуға сіз сұраныс бересіз. Және де оны тағы да ол жердегі бір керекті мағлұматтардың бірі құрбандық етіне сұраныс берушілер. Яғни жалпы құрбан етіне мұқтаж адамдар сол сайтқа тіркелу арқылы өздерінің қажеттіліктерін сұрап, сол жерге тіркеледі. Ал құрбандық біткеннен кейін, құрбандық мал шалынғаннан кейін біз міндетті түрде сол сұраныс берген адамның отбасына құрбандық етін жеткіземіз. Тапсырыс берушінің ақшасы мал иесіне тікелей беріледі. Көрсетілген сомаға қасапшының қызметі ғана кіреді. Жалпы құрбан шалу уақыты 3 күн. Ханафи мазхабында бұл рәсім айт намазы оқылып болған соң басталады. Оны уақытынан бұрын орындағандардың құрбандығы жарамсыз болады дейді дін өкілдері. Мейрам 30 маусымда аяқталады.